Бүгін сүйек сорпасын жасау мақсатында қара мал сүйегіне тапсырыс алдым. Қазір сүйек сорпасын пісіреміз. Сүйектерді жақсылап жуып алдық. Бұл жерде 7 килограмм. Пісіретін кастрюлямыз 14 литр. Қанша сиятынын қазір көреміз. Сүйекті қазір бір қайнатып аламыз. Суын төгіп, фильтрден таза су құйып, барынша енді 12 сағатқа қойып қайнатамыз. Мына сүйектің жартысын қалдырып қойдым, келесі ретте тағы бір пісіріп аламын. Міне бір қайнағаннан кейін көбік шықты. Енді бұл суды біз төгіп, ішіндегі сүйектерді жуып аламыз. Одан соң таза су құйып, қайнатуға қайта қоямыз. Таза су құйып, сорпамыз ақырындап қайнап жатыр. 3 сағаттан кейін сәбіз, бұрыш, тағы басқаларын қосамыз. Сорпамыз 12 сағат қайнап жатыр. Сәбіз, пияз, сельдерей, укроп қостым. Сорпаны ыдыстарға құйып қойдық. Енді морозильникқа салып қоямыз.